Атақты музыкант телеарнамызға келіп, Таң Медиа Групп президенті Арманжан Байтасовқа эксклюзивті сұхбат берді. Және қазақстандық жанкүйерлері жіберген сұрақтарға жауап қатты. Сонымен қатар Макаревич Кремль саясатына қарсы Украина мәселесі жөнінде және Крымға қатысты айтқан ашық пікірінде жасырмады. Әнші өзінің ұстанымына сенімді. Но когда я вижу, что творится... Қоғамды жалған сөздер әділетсіздік билеген уақытта маған өз пікірімді білдірмеу мүмкін емес. Бар болғаны осы. Өйткені үндемей отырсам, өзімді қылмысқа сыбайлас екен деп сезінемін. Ал мен ондай емеспін. Байқағанымыз, музыкант саясат туралы айтқанда өз пікірін ешбір қалтқысыз білдірді. Ол бүгінгі Кремльдің кейбір саяси ұстанымдарын түсінбейтінін айтып, биліктегі азаматтар заман өзгерісін аңғармайды деп сынға алды. Кеңес одағына қайта оралу мүмкін емес, соны түсінесіздер ме? Мәселе осында болып отыр. Өйткені 50 жыл бұрын заман басқаша болатын. Егер 50 жыл бұрын ғаламтор пайда болғанда, бәлкім Кеңес одағы 50 жыл бұрын құлар еді. Қап түбінде біз жатпас дегенде ақпаратты жасыра алмайсың. Біздің елде басқаратындар осыны түсінсе екен деймін. Музыкант пен оның өнеріне табынушылар арасындағы сұхбат 1,5 сағатқа созылды. Саясаттан бөлек Андрейдің жеке өмірі, қызығушылықтары мен өнері жайлы сұрақтар да көптеп қойылды. Сұхбат соңынан Машина времени рок тобының жетекшісі Макаревич алматылықтарды шығармашылық кешімен де қуантты. Но дьявола все же чуть меньше, чем Бога, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Жұлдыз Абдыхалықова, Юрий Проводин, Сергей Шуйский, Жанат Абдрахманов, Казахньюс, Алматы.